Мен дұға қылдым ғой, бірақ Алла тағала қабыл қылған жоқ деп адам асықпаса дейді. Саллаллаху алейхи ва саллям айтады, дұға қылыңдар дейді. Дұға қабыл болады қашан? Егер мен дұға қылдым ғой, бірақ Алла тағала қабыл қылған жоқ деп адам асықпаса дейді. Яғни дұға қыласыз, қабыл болмайтын дұға жоқ. Расулалла саллаллаху алейхи ва саллям хадисінде айтып тұр. Дұға қылсын, дұғам қабыл болмады деп асықпаса, оның дұғасы қабыл дейді. Бірақ қараңызда, бізге мысалға Құдайдан бір нәрсе не қылып, полный бірден жаңағы өміріміз бейбітшілік өмірге айналып кету керек та, біздіңше ондай емес ол. Мысалға 2 жасар балаңызға барып пышақ алып кел деп айтасыз ба? Кім жұмсайды? 2 жасар, 1,5 жасар баласын барып пышақ алып кел деп біреу жұмсай ма? 3 жасар, 5 жасар да жұмсамайсың, өйткені қауіпті құлап қалуы мүмкін, бір жерге кесіп алады. Міне тура сол сияқты біздің дұғамыз бізге қашан пайда береді, қашан жақсылығы бар, Құдай біледі. Дұғаңды қыласың, не күнәларыңнан бір бөлшегін алып тастайды, немесе бір сондай бір мөлшерде сауап береді, не жаңағы ақыретіңе алып қояды. Яғни сауаптың осындай, дұғаның қабыл болу осындай жолдар бар. Немесе сол нәрсеңді кішкене кешіктіріп беріп жатыр, Құдайдан сұраған нәрсеңді кішкене кешіктіріп береді, немесе сол уақыттың өзінде береді. Яғни Алла тағала бүкіл нәрсесіне қадір. Бірақ біз тек қана асықпауымыз керек.